Үндістанның тар құмдығының батыс бөлігінде бір қалашық бар. Қалашықтың шығысында адамның үрейін шығаратын өлім қорғаны бой көтеріп тұрады. Шындығында жүздеген адам мен хайуанның жанын жалмаған бұл қорғанның ешқандай да ерекше жері жоқ еді. Төрт қабырғасы жалпақ кесек тастармен қаланған, төбесі үлкен көрнелермен бекітілген, еденіне ұзыншақ тастар реті тізілген. Ал шығыс пен батыс қабырғасында бір-бірден терезе ашылған. Көне қорғанға түнде кірген адам мен мал жанынан жүда болады. Әрі өліктен ешқандай да бөгде белгі табылмайды. Сөздің тоқ етері, бұл қорғанда бір түнеген жан жануардың тірі шыққаны жоқ. Бұл мәселе жөнінде үкіметтің қолынан келгені тек қорған қақпасына бұл араға адамның түнеуіне мүлде болмайды деп жазып қана қою болды. Бірақ бұл жағдайды көзімен көрген куәгерлердің айтуы бойынша көптеген әңгімелер әлі күнге дейін халық аузында. Бірде жауласқан екі әулеттің жастары бір-біріне ғашық болып қалады. Бұл әрине барлық адамның жазғыруына ұшырайды. Махаббатқа адал қос ғашық ақыры осы қорғанның ішінде кездесуге уәделеседі. Қорған терезесінен сүттей жар ай сәулесі саулап тұр. Жас жігіт қабырғаға сүйеніп ғашығын күтуде. Бірақ жамандық ғашығынан бұрын келіп үлгереді. Бойжеткен қорған есігін аша салысымен ай сәулесі астында қорған ішінде болып жатқан жағдайды өз көзімен көреді. Ертесіне адамдар жігіттің әлдеқашан суыған мәйітін көтеріп шыққанда, бойжеткеннің екі көзі шарасынан шыға шошынып, аузынан не келсе соны айтып, жынданып кетеді. Сонымен бірден бір куәгерден болған жағдайды сұрап білудің мүмкіндігі болмайды. Көп уақыт өткеннен кейін болған тағы да бір оқиға Үндістан үкіметінің ішкі істер күштерін ұйымдастырып қорғанның сырын ашуға мәжбүрледі. Бір тәкаппар әулеттен шыққан жас жігіт достарымен бірге саяхаттап жүріп, осы қалашыққа келіп қалады. Жоғары білімді оқыған жігіт өзінің біліміне, қабілетіне сеніп, қорған туралы халық айтқан аңыздарға мүлде иланбайды. Ал қалашықтағы бірден бір шарапхана қожайыны Сух ағай өзіне құлақ аспаған өркеуде жастарға өздерін қорғанға жатып қонып көріңдер деп айтады. Сух ағай жастардың кешкі асы үшін тіпті ақы да алмайды. Ол бұрын қорғанға барып көрмек болған адамның тамақ ақысын алмастан ертең келіп төлерсің дейтін. Десе де бұл астың барлығының ең соңғы қонақасы болып қала береді. Сух ағайға ертеңіне келіп тамақтың ақшасын төлеген әлі ешкім жоқ еді. Ақсүйек жігіт қорғанға кірерден бұрын әлгі ескертпе тақтайшаны жұлып алып, лақтырып жіберді. Жас жігіттің ескертпені жыртқаны жаналғышты қайдан тосалсын. Екінші күні келбетті жігіттің денесі қақшиған қалпы қорғанның ішінен табылады. Адамдар оның денесін әлгі талай адамның мәйітін алып шыққан ағаш тақтайшамен көтеріп, қалашықтың көнетоз мәйіт үйіне кіргізеді. Сақшы ертіп келген заң дәрігері де азаматтың денесін үйіне қарағандай мұқият тексеріп, ештеңе таба алмайды. Полиция қызметкерлері қорғанның орнын 3 құлаш тереңдікте қазса да ештеңе іліктірмейді. Сол күні кешке құралайды көзге ататын 3 мерген сақшы өлім қорғанына түнеп, әлгі жаналғышпен бетпе-бет келуге бекиді. Әлгі тәкаппар әулет те ішкі істер органдарының жауап беруін талап етеді. Үшінші күні Үндістанның тар аймағы өзінің жұмысына адал 3 полициясынан айырылады. Олар қорғанның құпиясын ашқанның орнына осында қаза болғандардың қатарына кете береді. Полицейлердің өзі өлім құрығынан құтыла алмаған көрген жергілікті халықтың күндері үрей ішінде өте береді. Үкімет бұл араға түнеуге болмайды деген ескертпені қайталаумен бірге осы қорғандағы жаналғышты анықтап бергендерге 10 000 рупия үнді ақшасы көлемінде сыйлық берілетіндігі жайлы хабарландыру шығарады.
1932 жылы күзде Англияның әйгілі жиһанкезі Джордж Уиллис өзінің шарлаушы қосынын бастап ат арытып өлім қорғанына келеді. Жиһанкездер бұл араға жеткен кезде аттары болдырып, адамдары ашығады. Сонымен ол Кембридж университетіндегі досына хат жазып, ақша қарыз бере тұруын сұрамақ болады. Сонымен хат жазып, әлденіп алу үшін Сух ағайдың шарапханасына кірген Джордж әлгі үкімет жариялаған 10 000 рупиялық сыйлық жөнінде хабарландыруды көзі шалды. Әрине, әйгілі жиһанкез ең алғаш сырлы қорғанға кірген жігітше далбасалықпен жұмыс істеген жоқ, ол ғылымға сенетін еді. Сондықтан да өзінің мол білімі мен ақыл парасатына сүйеніп, талай қиын қыстаудан аман шыққан болатын. Сонымен Джордждың көпті көрген жиһанкез тобы қорғанға мұқият зерттеу жүргізіп, күндіз толық дайындық жасайды. Қылт еткенді естелікке алу үшін олар қорғанның маңдары 50 метр жердегі аумақты құмнан тегістейді. Қиын жағдайда топтағылардың секіріп қашуына қолайлы болу үшін қорғанның терезесінің түбіндегі құмды да қопсытып биіктетіп қояды. Мылтықтарын мұқият сынап, қылт еткен кезде ақау шықпауының алдын алады. Әр адамды есік пен терезенің тұсына орналастырады. Джордж жаналғыш қалайда есіктен кіреді деп ойлайды да, осы тұжырым бойынша атыс бұрыштарын да есептеп қояды. Ең соңында қалашықтан бір ит ертіп алуды да ұмытпайды. Бұрыннан келе жатқан салт бойынша Сух ағай Джордж бен оның әріптестеріне ертесі келіп төлейтін кешкі астын әзірлейді. Сух ағай алыстан ат артып осында келген мынау жат жердік жиһанкездердің арқасында осы жолы көне қорғанның құпиясы ашылады деп сенеді. Сол күні қала шығышы қуанышқа толып адамдар өлім қорғаны жөнінде қайтадан талқыға түсіріп, 10 000 рупияның неге жарайтыны жөнінде айтса бастайды. Жиһанкез Кембридж университетіндегі досына жазған әлгі бір хатында осы өлім қорғанында тілге тиек етіп, мұнан кейін Джордж Уиллистің аты өлім қорғанының атын басатын болады деп жазады. Қалашықтағылар да 10 000 рупия осы жолы шетелдік жиһанкездің қалтасына түсетін болды деседі. Кеш батысымен қалашықтағылар өлім қорғанынан алыстап, үйлеріне кіріп алып, қорған жақтан шығатын дыбысты тыңдаумен болады. Түн ортасында қорған жақтан қыңсылаған иттің даусы естіледі. Сух ағайдың кішкентай қызы қорыққаннан қаны қашып, бетін басып жылай бастайды. Күн ұясынан көтерілген кезде адамдар алаңдаушылық пен қорқыныш ішінде көне қорғанның есігін ашады. Жиһанкез бен оның тобындағылар дуалға сүйенген беті кешегі қалпын сақтап әлі отыр. Джордж қолына тапаншасын қыса ұстаған. Мынау ғажайыпқа толы дүние өзінің тағы да бір таңдаулы жиһанкезі мен ысылған жиһанкездік тобынан айырылып тынды. Отырғандардың барлығы да өлі еді. Осы оқиғадан бірнеше ай өткен соң Сух ағайдың шарапханасына қайыршы бейнесіндегі бір шал келді. Оның арықтап кеткені сонша биологиялық тәжірибеханадағы тепкен үлгі сияқты еді. Арық шалдың бір аты, арық маймылы және темір сандығы бар еді. Адамдар оны мазақтап темір сандығын теуіп ойнады. Темір сандықта бір тал аудан басқа ештеңе жоқ болатын. Арық шал өзінің өлім қорғанының сырын ашатын адам екенін айтады. Адамдар оған менсінбеген бейнемен қарасады. Сух ағай оны тағы да бір кешкі астың ақшасын төлей алмаған бір қайыршы ретінде қабылдайды. Бұл кезде адамдар өлім қорғанына тіке қараудың өзіне бата алмай қалған еді. Бірақ Сух ағай сонда да әлгі арық шалды тойдырып тамақтандырады. Арық шал адам жалдап темір сандықты көне қорғанның ішіне көтеріп кіргізбек болды. Оның ақысын ерте салған сыйлықтан беретінін айтты. Бірақ кім осындай бір қарт адамды өлімге итермегісі келсін? Амалсыз шал арық атымен сандықты сүйретіп қорғанға өзі кіргізіп алды. Мұны көрген басқалар мына шалды сыйлық ақша жындандырған шығар десті.
ертесіне күн ұясынан көтерілгенде бірнеше жігіт әлгі талай адамның мүрдесін көтерген ағаш тақтайын сүйреп арық шалдың мүрдесін қорғаннан алып шықпаққа дайындалады. Дәл осы сәтте арық шалдың сұлбасы қорғанның терезесінен қараңдайды. Жігіттер қорыққандарынан сілейіп тұрып қалады. Әлгі қараңдаған сұлба оларға: «Ей, қорықпаңдар, бұл мен ғой», дейді. Қалашықтарлар талай заманнан бері мұндай ғажайыпты бастан кешірмеген еді. Терезеден қараңдаған дәл кешегі шалдың өзі екен. Ол терезеден құсқа ұқсайтын әлденелерді сыртқа қарай лақтырып жатыр. Құсқа ұқсайды деп отырғанымыз қызыл жарғанаттар екен. Шындығында қорғанның төбесіндегі ағаш бөренелерде түнде шығып қан соратын қызыл жарғанаттар бар екен. Олардың тұмсығы ұзын, жіңішке инеге ұқсайды екен. Қорғандағы адамдар мен хайуандардың қанын сорудан бұрын олар өз тұмсықтарын білдірместен олардың миына сұғып жіберіп, біртүрлі есеңгіреткіш сұйықтық бөліп шығарады екен. Бұрын осы арадағы қызыл жарғанаттар басқа жерлердегі жарғанаттар сияқты қан сорып тіршілік еткенімен, кейін келе өзгеріс пайда болып, арнайы адамның миын соратын болыпты. Арық шал түнде қорғанның ішінде әлгі үлкен торды жайғаннан кейін маймылды тордың астына байлап, өзі темір сандыққа кіріп жатып алады. Түн ортасы болған кезде жарғанаттар әдеті бойынша бөрене астынан ұшып шығып, тор астындағы маймылға жапырлап жабыла кетеді. Осы кезде сандықтың тесігінен сығалап жатқан арық шал жібін тартып қалып, жарғанаттарды түгелімен торға түсіреді. Ал сонда бұл қайыршы шал кім болғаны? Бірнеше ай бұрын жан тәсілім еткен Жиһанкездің қорғанға кірерден бұрын досына жазған бір парша хаты естеріңізде болар. Бұл арық шал Жиһанкездің Кембридж университетіндегі досы, арнайы осы қызыл жарғанаттарды 20 жылдан артық зерттеген әйгілі биология ғалымы еді. Қазірге дейінгі біз білетін қызыл жарғанаттардың атауы түгел осы адамға қатысты. Бұл шалдың аты Том Уилл болатын. Мінекей достар, осындай жанрдағы қызықты видеоларымыз ұнаса, каналға жазыламыз және лайк басып, шамалы белсендірек қолдау көрсетейік. Келесі кездескенше қош, сау болыңыздар.